Сәлем, мен дефектолог логопед Әсем Жүнісовна. Көп ата-аналар менің балам әлі кішкентай. Ол ерке, мамасы кеш сөйлеген, папасы кеш сөйлеген деп уақыт өткізіп алады. Егер сіз балаңызда осы 5 белгіні байқасаңыз, міндетті түрде логопедке апарыңыз. Бірінші, егер бала 2 жасында 50-ден аз сөз айтса және қарапайым фразаларды айтпаса, мысалы, мама жүр, папа су деген фразаларды айтпаса. Екінші, 3 жасында баланың тілін тек ата-анасы түсінсе. Үшінші, дыбыстарды анық, таза айта алмаса. Төртінші, балада заикание, яғни тұтығу кез келген жаста тұтығу болса. Бесінші, бала айтқан команданы, яғни нұсқаулықты орындамаса, міндетті түрде логопедке апарыңыз. Егер осы белгілерді балаңызда байқасаңыз, уайымдамаңыз, тек әрекет етіңіз. Мен астында чек-лист қалдырдым. Каналға жазылыңыз, келесі видеода артикуляциялық жаттығуларды көрсетемін.